Волейбол спорттық ойын түрі, анығырақ айтқанда, командалық спорт түрі. Мұнда екі команда тордың екі жағына бөлініп тұрып, әр команда өздеріне тиесілі арнайы алаңда ойнайды. Ойынның мақсаты волейбол добын команда өкілдері өздерінің алаңдарына түсіріп алмау керек, керісінше қарсылас команданың белгіленген алаңына түсіріп, ұпай алу қажет. Егер команда өкілдерінің біреуіне доп тиіп, ол доп аутқа кететін болса, қарсылас команда ұпай еншілейді. Сондықтан қарсыласты қателестіру арқылы ұпай алуға болады. Доп белгілі бір команданың алаңында болған кезде, ол командадан тек 3 ойыншы ғана допты келесі жаққа асыруға көмек ете алады. Яғни 3 реттен артық допқа қол тигізуге болмайды. Блок қойған жағдайда ғана 4-ші рет допты алаңда ұстауға болады. Волейбол комбинациялық спорт түрі. Волейбол алаңында әрбір спортшы маңызды рөл атқарады. Волейбол ойыншысы биіктікке секіру қабілеті жоғары, реакциясы мықты, командаластармен еркін түсінесетін. Физикалық әлеуетін соққы жасау кезінде орынды пайдаланатын ойыншы болғаны жөн. Волейбол ойнаушы адамдардың бұл ойынды ұнатуының басты себептері салауатты өмір салтын ұнату, ережелерінің оңай болуы және волейбол ойнау үшін көп құралдың қажет болмауы. Волейболдың бірнеше түрі бар: жағажай волейболы, мини-волейбол, пионербол, саябақтағы волейбол. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліп кетіңіз.